Бізде сөз бар, ымды түсінбеген дымды да түсінбейді деген. Раббыңды ымнан түсіну керексің. Өткенде айтып атқан нәрсеміз де сол. Мысалы, сіз дүкенде тұрсыз, бір өтірік айтып қойдыңыз, бір өтірік айтылып қалды байқамай, ұтып кеттіңіз, өтірік айтылып қалған күй болды. Бірақ әдетте ондай нәрсе көп болады, бізде сөйтіп оны уайымдап тұрған жоқпыз. Сөйтіп дүкенге кіріп қалдыңыз да, дүкенде бір кісі жаңағы бір нәрсені сатып алып атады. Сол сатып алып жатқан кезінде екеуі бір өтірік туралы өтірікті жамандап сөйлеп тұрады, сатушы мен сатып алушы. Сіз қасында тұрсыз. Екеуі намаз оқымайды. Сіз тұрсыз да, сол кезде жаңағы біреу айтады, өтірік айтушыларды жаным жек көреді десе, жаңағы кісі. Егер ымнан түсінетін адам болсаң, ана кісі мешітке барып па, үйіне барып жылайды бағанағы өтірік үшін. Алла Тағала қай жерден көрсеткісі келеді сізге ымды, сол жерден көрсетеді. Оны көретін көз керек, құрмет жамағат. Көретін көздің керектігін осы сүреде де айтады. Біраз аяттардан кейін келеміз. Өйткені пайғамбарларды көрегендер деп атаған Алла Тағала. Ол бірден көреді дейді олар, не қалап тұрғанымызды. Және соны істеп жібереді дейді бірден олар. Деген нәрсе бар, құрмет жамағат. Кешегі бір өткендегі нәрседегідей көлікпен келе жатқан кезіңізде артыңыздан біреу тарс еткізсе де, ең басты таухидтың түсіндім Раббым. Міне, осы нәрсеге қарай бастап отыр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аналар, олар бәрі иман келтірмейді ол. Оларды мен пайдаландырам дейді біраз уақытқа дейін. Сумма настадрижухум мин хайсу ла я'ламун. Бірте-бірте оларды өздері күтпеген жақтан жоя салам дейді оларды. Сен өзіңді дамыт деп жатыр. Міне. Сондықтан ла илаха иллаллах деген мағына, құрмет жамағат. Бұл сіздің жүрегіңізде, бұлайша айтқанда, капиталына отыру керек. Сіз тек Алланыкі болу керексіз. Алла үшін сөйлейсіз. Алла Тағала үшін. Тіпті сіздің ашуыңыз тек Алла Тағала қалаған нәрсеге болмаса, ешқашан қозғалмау керек. Міне таухид басқарып тұр деген нәрсе қандай. Бұл нәрселердің керектігі, құрмет жамағат. Егер осы нәрселерді біз істей алсақ мына қоғамда, бұдан артық реклама жоқ. Алла хаққа, Құранға, Құранның жолына, ақиқатқа, таухидқа бұдан артық реклама болмайды қоғамда. Бұдан артық дауғат болмайды. Мәмілеңіз, әр жерде тұрған кездегі сөйлеп отқаныңыз, неге ұра салмадың оны? Раббымнан қорқам. Осындай нәрселер, мәмілелер керек. Әр жерде араласады сізге ақиқат. Раббыңыздың нақты Алладан басқа тәңіріңіздің жоқ екендігі көріну керек. Бұл мәселе даму керек, құрмет жамағат, бойымызда.